Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер. Бұл сабақта сен логикалық есептермен танысасың, логикалық есептерді шығаруды үйренесің. Балалар, есеп туралы еске түсіріп алайық. Есеп қандай бөліктерден тұрады? Дұрыс айтасыңдар. Есептің шарты, сұрағы, шешуі және жауабы болады. Анықта, бұл есеп пе? Бізге мынандай тапсырма беріліпті, балалар. Үстел үстінде көк, жасыл, қоңыр және сары қарындаштар жатыр. Түсінің атауы ең аз әріптен тұратын қарындаш үшінші болып жатыр. Жасыл қарындаш сары және көк қарындаштардың арасында жатыр. Қарындаштар қандай ретпен жатыр? Бұл есеп пе, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл есеп. Енді осы есептің бөліктерін анықтайық. Есептің шарты: үстел үстінде көк, жасыл, қоңыр және сары қарындаштар жатыр. Түсінің атауы ең аз әріптен тұратын қарындаш үшінші болып тұр. Жасыл қарындаш сары және көк қарындаштың арасында жатыр. Енді сұрағы: қарындаштар қандай ретпен жатыр? Осы сұраққа жауап берейік. Есепті шешейік. Шешуінде, балалар, қарындаш атауларындағы әріптер санын анықтап алайық. Көк 3 әріп бар, жасыл 5 әріп, қоңыр 5 әріп, сары 4 әріп. Ең аз әріп бізде көк екен. Яғни ол үшінші тұр. Енді жасыл қарындаш сары мен көктің ортасында дейді. Сонда бізде жасыл қарындаш қай жерде болады, балалар? Екінші болады. Ал сары қарындаш бірінші болады екен. Сонда бізде қалғаны қоңыр қарындаш. Қоңыр қарындаш төртінші болып орналасып тұр. Яғни біз есептің сұрағына жауап бердік. Балалар, бұл есепті шығарғанда біз арифметикалық амалдарды қолданбадық. Бұл логикалық есеп. Ал логикалық есептерді шығаруда ойлану, салыстыру, болжау керек. Әрбір логикалық есепке шығару тәсілін таңдап алу керек. Мынандай логикалық есепті шығарып көрейік. Ағасы мен қарындасының туған күні қыс және жаз мезгілінде. Қарындасының туған күні қыста емес. Кімнің туған күні жазда? Балалар, мұқият болайық. Қарындасының туған күні қыста емес, яғни қарындасының туған күні жазда. Есептің жауабы: қарындасының туған күні жазда. Енді мынандай логикалық есеп беріліпті. Көл үстінде бір қазан, 3 шағала, 3 шортан, 2 аққу ұшып жүр. Көл үстінде барлығы неше құс ұшып жүр? Балалар, есептің шартына қарайықшы. Бұл жерде қанша құс ұшып жүргенін сұрап тұр. Ал бізде мұнда шортан да берілген. Яғни шортан бізде ұшпайды. Сонда біз бір қазан, 3 шағала, 2 аққуды қосамыз. Барлығы 6 құс. Сонда көл үстінде 6 құс ұшып жүр екен. Келесі. Шаршы мен ромбыны кестедегі түсі әртүрлі торға орналастыр дейді. Ал ромбы мен дөңгелек бір бағанда орналассын дейді. Яғни бала, ромбыны қарайық. Ол сары шаршыда тұр. Ал енді оның қасындағы жасылға біз шаршыны қоямыз. Ромбы мен дөңгелек бір бағанда дейді. Сонда дөңгелек ромбының астына кетеді. Сонда есептің шешуінде бұлай орналастырады екенбіз. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі тақырыпты түсінсек, оқулықтың 100-101 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптерінің 97-98 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Жарайсыңдар, іске сәт.